Аллахым әрбір көріп отқан жанға осындай тамаша үйлер бұйырсын. Сәлем әлем, қош келдіңіздер Реал Шымкент парақшасына. Асар 2 мөлтек ауданынан осындай тамаша ташкентский стильмен үйімізді сатылымға шығарып тұрмыз. Қараңыздаршы, не деген жап-жарық, белоснежный, соңғы заманауи жобамен салынған, бар жағдай жасалынған 2025 жылғы жарқыраған үйімізді бірге обзор жасайық. Орналасқан жерімізге келетін болсақ, өте тамаша, кең көше, жарықтандырылған. Алдымызда Алматинская трасса болса, арқамызда Сырым батыры, сол жағымызда жап-жақын жерде мектебімізде орналасқан. Ауланың ішіне келетін болсақ, мінекей жаңа тағы да айта кететіндей жап-жарық, осындай толық прям жарықтандырылған жабық аула, бірнеше автокөлікке арналған. Бастырма, мінекей қараңыздаршы, как кафе ретінде де осы жерде любой қонағыңызды күтіп ала беретін осындай тамаша ауламыз, толық 8 соттық, бәрі игерілген, меңгерілген, брусчаткада төселінген. Мына жерге зеленая зонаға осындай тамаша орын қалдырылған. Мінекей санторап дейсіз ба, дағы да қос постройканың бәрі салынған. Және алдымызда өте үлкен панорамный терезесімен ас бөлмеден шығатын үлкен террасамыз да бар. Кеттік үйдің ішін бірге тамашалайық. Қараңыздаршы, не деген тамаша, жарқыраған, аппақ стильді үйіміз, өте жоғарғы деңгейде өздеріне арнап салынған. Әрбір көрерменіме Құда қаласа бұйырсын осындай үй. Кофе шайыңызды дайындап, асықпай соңына дейін көреміз. Кірген кезде осындай керемет, өте кең кіреберіс, прихожая, толық жиһаздармен жабдықталған. Мінекей мына жерде гардеробный төбе биіктіктері 3,5 метрден асады. Бұл үйде 3 бірдей санторап, мынау осы үйге арналған общий гостевой санторап, өзінің прачечныймен. Және мына қараңыздар, қызықтың бәрі алда. Үлкен отбасыға таптырмайтын вариант. 5 бірдей жатын бөлмесі бар. Үй негізі кемде-кем кездеседі. Керемет, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандағыдай үлкен холл. Егер жаңағы әке-шешеңізбен тұрамын дейтін деп жатқан жандарға тамаша мүмкіндікті жіберіп алмаймыз. Мынау холл бөлмесі, отбасыңызбен рахаттанып, мінекей ТВ-зона бәрі дап-дайын, тамаша жарасымды, мінекей әдемі жапырақтармен дизайнерский ремонтпен үйіміз. Ал мына жерде жатын бөлмелерді көретін болсақ, өте үлкен. Бұл жерде қарияларға арналған жатын бөлме, 2 бірдей гардеробмен. Мінекей, при желании ананда санторап жасауға болады. Бұл жерді пока гардеробный болып тұр. Мінекей, просто үлкен адамдарға осындай көрпе-төсек жинайтын гардероб қажет болғандықтан 2 гардероб жасаған екен. Ал кеттік енді, оң жағымызда залымыз бен ас бөлмеміз қалды. Давайте залдан бастайық. Өте тамаша проект. Сырттан кірген кезде қонақ күтетін залымыз мынау оң жағымызда. Мінекей тамаша, бұл жерде де жарасымды мінекей жиһаздармен 2 бірдей люстра жарқыраған, мінекей панорамный терезе, үйге әдемі жарық көрік беріп тұратын. Бұл біздің мінекей қонақ күтетін зал бөлмеміз. Және қарама-қарсында ең қызығы, бұл жерде мінекей холлға сай өте үлкен ас бөлмеміз бар. Бұл жерде мінекей әрі обеденный өте үлкен стол, отбасылық тамақтанатын, жаңағы террасаға шығып кететін үлкен панорамный тереземізбен есігіміз бар. Ал мынаны қараңыздаршы, мына жағыңыз әрі кухня, әрі столовая, островок. Мінекей әрбір осы үйдің жаңағы отбасына бар жағдай жасалынған. Бұл үйді сатып алған хозяйка рахаттанып, рахмет айтып, осы жерде күнімен күнін өткізетін. Бұл әйел адамның сүйікті бөлмесі ас бөлме. Ал жаңа айта кеткендегідей 5 жатын бөлмеміздің біреуін көрдік. Ал мына аркамен былай қарай кіретін болсақ, тамаша мінекей жарасымды есіктермен, өте қымбат есіктер, осындай тамаша стильный ремонтымен 4 бірдей жатын бөлмеміз. Мына жерде осы жатын бөлмелерге арналған ванная комната, балдарға арналған жуынатын, мінекей өте бәрі жоғарғы сапада жасалынған ремонт екені көрініп тұр. Сатылуға салынған үй емес. Мынау қонақтарға арналған мінекей бір гостевая спальня.
бар жерде жарасымды люстра, освещение, шторы, міне жиһаздарының бәрі жап жаңа. Ал мына ортада екі бірдей балдарға арналған детская комната. Мынау мысалы ол балдарға арналған, осындай үлкен де емес, кішкентай де емес, орташа әдемі. Негізі үйдің көлемін жаңа айта кетейін, 21-де 17-ні құрайды, 360 шаршы метр. Мынау қыз балдарға, принцессаларға арналған осындай өте тамаша детская комната. Ал мынау біздің мастер спальнямыз. Мінекей бұл үй егелерінің жатын бөлмесі. Мінекей бұл жерде де керемет, жарасымды жиһаздар, мінекей освещение, люстры, бра, бәрі өте жарасымды. Ал бұл мінекей үй егесінің жуынатын душевая и ар жағында гардеробный. Мінекей осындай бар жағдай жасалынған 5 жатын бөлмемен үйіміз, обзор жасап жатырмыз.